Құрметті көрермендер, мен бүгін сіздерге бір күндік жұмысымды көрсетіп кетейін. Мен міне тапсырыспенен осы 8-9 жастың баласына костюм тіктім. Наурыз мейрамына орай шалбары. Бұған мен осы халқымыздың қол өнеріндегі көбірек қолданылатын мына сыңар мүйіз дейтін ою, мына сыңар мүйіз оюын керектендіп, мына екі жеңінің үшіне салдым. Мына ұзбала болғаннан кейін осындай ою бастырып кеттім. Енді мен осын баланың басына енді төбетайка емес, бөрік емес, қазір орамал сәлде сияқты басына орамал артынан байлай салатын, соны тігіп көрсетпекшімін. Мына ол үшін мен мынадай пішіп алдым. Басына келетін осылай қылып пішілуі керек. Енді осының ортасындағысына, дәл маңдайына қарап тұратын жеріне мен ою бастырып жатырмын. Қазір осыны тамашалаңыздар. Қалай болып шығатынын. Міне оюым мен тігіп жатырмын. Мұны зигзагпенен осы жиірек тігісіменен осылай тігіп шықсаңыздар, жақсы болып көрінеді. Өте алыс тігісімен емес, жиі тігісіменен жапсырып алып осыны осылай тігеміз. Енді мен мына екі ортасына осыны қойып, көбі осының енді тігілуін көп бізе қоймайды. Міне мынау жаңағы пішіп алған екі жақ жәні. Осыған осыны бұлай тігіп шығамыз. Сәл осылай аздап қана ең соңына дейін тікпеу керек. Осын кішкене ғана осылай тігіп тоқтатамыз. Келесі жағында осылай аз ғана жеріне келіп тоқтатамыз. Келесі жағында осылай тігіп аламыз. Келесі жағында мына жаңегі екеуінің пар қылып бір жерге осылай тоқтатып, сәл бір түбіне дейін тігіп тастамаймыз. Осылай тігіп тоқтатамыз. Міне мен жаңегі бандамка деп айтады қазір енді жастар. Осылай сәлдесін мен осылай тігіп шықтым. Міне олай басқа киіп осыны олай байлап, арт жағын осылай байлай салады. Мына шеттерін абырлаптап, шалып тігіп, мынаны қайтадан бітіп қайырамыз. Тігісін екі жағына қарай осылай жатқызып. Міне мен осылай балалардың басына осылай қарай тартып алады. Балаларға бұл жас кішкентай балаларға да үлкенге де әдемі жарасып тұрады. Міне артын осылай байлай салады. Осылай бір байлай салады. Міне осылай басына тура болып келе қалады. Қандай адамға да размеріне келеді бұл.
сол осы бүгінгі шаруам осыменен тәмам. Менің осы тігіп жатқан шапаным, костюмдерім сізге ұнаса, лайк басып, комментария жазып, қоңыраушаны басып қойыңыздар.